Дәл осындай слайдты жасау үшін біз алдымен жаңа бетті ашып, керек емес элементтердің барлығын алып тастап, слайдқа қажетті суреттерімізді әкеліп орналастырамыз. Мысалы, мен қазір компьютердің негізгі құрылғылары деген тақырыпқа жасағалы жатырмын. Сондықтан мен мұнда алып келіп, негізгі суреттерді әкеліп мұнда қоямын. Компьютердің құрылғыларына арналған суреттерді әкеліп орналастырып қойдым. Енді вставка бөліміне барып, фигуры деген жерден осы фигураны біз қазір алып келеміз. Және осында әкеліп үлкен етіп орналастырамыз. Мұнда терезенің масштабын кішірейтіп алып, жаңаға әкелген фигурамызды үлкен етіп мұнда орналастырамыз. Осылай орналастырдық. Содан кейін мұнда сары нүкте болады. Осы сары нүктені алып келіп, терезені тағы да кішірейте отырып, белгілі бір бөлігімізге алып келеміз. Мысалы, мына жерге алып келейік. Енді мышканың оң жағын белгілеп, формат фигуры дегенге барып, заливка деген жерден, сплошная заливка деген жерден, мысалы, түсін таңдаймыз, және мұнда контур фигуры деген жерден де сары түсті таңдап қоямыз. Және де мұнда кішкене прозрачность берсек болады. Осылай орналастырып алғаннан кейін, мышканың оң жағын барып тұрып, бірінші слайдтың көшірмесін жасаймыз, яғни дублировать слайд дегенді басамыз. Енді екінші слайдымызға келеміз де, мына дөңгелегімізді екінші жерге келеміз. Мысалы, екінші мына жерге алып келеміз. Кішкене ыңғайластырып аламыз, үлкейтіп алып тереземізді. Реттестіргеннен кейін, реттестіріп алғаннан кейін мышканың оң жағын басып, тағы да дублировать слайд дейміз. Бұл жағдайда енді үшінші құрылғымызға келеміз. Мысалы, мына тінтуірге алып келдік. Тағы да алып келеміз де, енді дублировать слайд дейміз де, енді төртінші құрылғымызға алып келеміз. Жақындатып қараймыз. Енді осы реттеп болғаннан кейін, енді текстімізді әкеліп орналастырамыз. Мысалы, бірінші слайдымызға келіп үлкейтіп аламыз. Керек еместерді жауып тастаймыз. Үлкейтіп аламыз да, мұнда вставкаға барып, word art деген жерден, мұнда негізгі жүйелік блок деп жазамыз. Әдемі етіп, шрифтісін таңдаймыз. Одан кейін вставкаға барып, word arттан мына жерге текст қойып аламыз. Енді интернетке жүйелік блок туралы жазамыз. Жүйелік блок туралы шықты. Осыны копировать етіп алып келіп, жаңағы жерімізге қоямыз. Және де оны кішкене бұлай реттестіріп алып, түсін қараға бояймыз. Және мұнда келіп орналастырамыз. Вставкаға барып, фигуры бөлімнен мынадай таяқша келіп қойсақ болады, әдемілік үшін. Және де оның қалыңдығын кішкене үлкейтеміз. Оның түсін қараға бояп қоямыз. Так, меніңше әдемі болған секілді. Осы жерден біз просмотр деген жерден көріп көрейік. Яғни біздің кішкене мына жерімізді төменге қарай түсіру керек текстімізді. Біздің жүйелік блогымыз дайын болды. Енді екінші бізге монитор керек. Дәл осыны копировать етіп аламыз. Мұнда келіп қоямыз. Монитор дегенді алып мұнда копировать етіп саламыз. Және шрифтімізді таңдаймыз. Және мұнда монитор деп жазамыз. Переходыға барып, просмотрға қарап аламыз. Және де мұнда монитор дегенді мұна жерге алып келіп, сонымен қатар мұна узорды мұнда алып келіп, монитор дегенді мұнда келіп қоямыз. Орналастырдық. Енді үшіншісі бізде тінтуірді. Тінтуірге тағы да осыны копировать етіп алып келеміз. Және де тінтуір туралы мұнда жазамыз. Осыны копировать етіп алып мұнда келеміз. Шрифтісін таңдай қоямыз. Так, тінтуір дегенді кішкене бұлай төменге қарай орналастырамыз, және оны бұлай орналастырамыз. Енді бір қарап көреміз. Енді соңғы бөлімге барамыз. Осыны копировать етіп алайық. Енді бұны перне тақта деп өзгертеміз. Және мұнан копировать дегенді басып, мұнда алып келіп орналастырамыз, және шрифтісін өзгертеміз. Переходыға барып, просмотрға барып қарап алайық. Бұл жерде перне тақта деген мына жерде тұрады.
мына пернетақта деген жазудың астында тұрады. Сонымен қатар мынау кішкене былай тұрса болады. Сары фигураны қозғамай, тек қана осы пернетақта деген жазуды қозғаймыз. Осымен біздің слайдымыз дайын болды. Енді барлығына бірінші слайдтан бастап, барлығын Ctrl пернесін басып тұрып, переходы бөліміне өтіп, трансформация дегенді қойып шығамыз түгел. Бәріне мына екінші слайдқа да трансформация, үшінші слайдқа да трансформация, төртінші слайдқа да трансформация. Слайдымызды көру үшін слайд-шоу сначала дегенді басамыз. Сонымен бүгінгі дайындаған PowerPoint бағдарламасындағы практикалық жұмыс сізге ұнады деп ойлаймын. Егер видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдырып, әріптестерге бөлісе отырыңыздар. Кәделеріңізге жарасын.